Кітап дәптерің өзің қасыңда ма? Бұны сумкамның қасында тұр жалпы. Кітап беттерлер бәрі. Ручка. Дәптерді ашып аламыз. Аха. Yes. Жарайды, сабағымызды бастай берейік. Оған да киімнен қосылып жатыр. Слайд көрініп тұр ма? Көрініп тұр. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 30-шы параграф хлорсутек қышқылы. Жалпы хлорсутек қышқылының формуласы H хлор. Хлор сутек қышқылы. Немесе бұны тұз қышқылы деп те атайды. Яғни сен мына жерде H хлор дейсің де екі атауын жазасың. Хлор сутек қышқылы және тұз қышқылы. Біреуін Хорошо. жақсы Қазір түсінесің. жазып. Тұз қышқылы бет. Хлорсутек және тұз қышқылы. Аха. Осы бір формула, бірақ екі атау. Жаслан, Жаслан естіліп тұр ма? Жалпы бүгінгі сабағымыздың мақсаты осы хлорсутек қышқылының қасиеттерін зерттеу және қолдану болады. Бірінші сабағымыз өтпес бұрын алдыңғы сабаққа көз жүгіртейік. Біз алдыңғы сабақта хлор тақырыбын өткен едік. Сол хлор элементіне бірінші периодтық жүйе бойынша оның орнына сипаттама береміз. Жасұлан естіліп тұр ма? Естіліп тұрса, сообщениеге жаза бер. Егер дауысың естілмейтін не болып жатса. Бегарс, Ал. хлордың периодтық жүйе бойынша орнына сипаттама береміз. Қалай орналасқан, қай топта, қай топшада. Алтыншы тапша. Еркебұлан, дауысың естіліп тұр ма? Сөйлеп ғой. Саламатсыз ба? Алдыңғы сабақ, яғни хлор тақырыбы бойынша хлордың периодтық жүйедегі орнына сипаттама береміз. Қай топта, қай топшада, қай қатарда, қай периодта орналасқан. Еңгілік кестесіне қараймыз. Реттік нөмірі неше?
17. 7. Қай периодта орналасқан? Кіші 3 па? Үшінші 3. период, нешінші қатар? 6. Үшінші қатар. Біз қатарды жоғары, сол жағында тұру периодта. Периодтың жанындағы қатар. Хлор ма ағай? Иә, хлор Иә, элементі. иә. Нешінші топ? Рим цифрымен жазылып тұр. 6. Алтыншы топ. Жоқ, 7. Жеті. Жеті. Жетінші топ, 7. иә, жетінші топ. Қай топша? А әлде Б? Б вроде. Егер оң жағында орналасса Б топша болады, егер ол сол жағында орналасса А топшасы болады. М. Сонымен алтыншы А топшада орналасқан. Жетінші А топшада. Алты деп шатасып отырмын. Енді хлордың физикалық қасиеттеріне сипаттама берейік. Хлордың физикалық қасиеттері қалай болады өзі? Алдыңғы сабақта өттік. Қандай күйде келеді? Жаңа Қандай күйде келеді? Газ, сұйық, қатты. газ, улы газ. Газ күйінде келеді. Түсі қандай? Ол түсі дегеніміз сары жасыл түсті Сары, ол. жасыл. Иә, сары жасыл түсті улы газ. Так. Енді бүгінгі тақырыбымыз тұз қышқылы. Тұз қышқылының формуласы міне. H хлор. Бұны тұз қышқылы немесе хлорсутек қышқылы деп те атай береді. Яғни осы хлорсутек қышқылының судағы ерітіндісі бізде хлор тұз қышқылының несін береді, формуласын береді. Бұл жерде сутек атомы біреу болғандықтан біз бұны бір негізді қышқылға жатқызамыз. Тұз қышқылы күшті қышқылдардың қатарына жатады. Өйткені мына жерде қараңдар. Концентрациясы 36%-ға дейін болады дейді. Көрінеді ме? Яғни 3%-дан жоғары болатын болса, мынандай концентрациясы 3%-дан жоғары болатын болса, 3% пен 30% арасында болса, бізде орта деңгейдегі қышқылдар болады. Ал осы 30%-дан жоғары деңгейде болатын болса, бізде күшті қышқылдар қатарына еніп кетеді. Сендер қазір мына көрініп тұрған текстті жазып аласыңдар. Тұз қышқылы туралы ақпарат. Бірінші абзацты. Екінші абзацқа керекті жерін аламыз. Түсінікті ма? Иә, иә ағай. Жазып болған болдық деп айтыңдар.
Жас болдыңдар ма? Жоқ. Жоқ ағай, әлі болмады. Тез едіңдер. Саламатсыз ағай, нені жазу керек? Саламатсыз ба Жасұлан? Мына слайд көрініп тұр ғой сағанда, иә? Иә, иә. Осы жердегі тұзқышқылының бірінші абзасын толығымен жазып аласың да, екінші абзасынан керекті мәліметті аламыз. Бір сөйлем жазсаң жетеді, екінші абзаста. Тездетіңдер. Бір минуттан кейін жалғастырамыз, тездетіңдер. Жазып болды ма ағай? Бекарыс, болды ма? Қазір соңғы жағы қалды. Ертеңдінің тұздығы деген. Болдым. Болдым. Келесі. Жалпы тұз қышқылын өндіру екі сатыда жүреді. Біреуі хлорсутектен алады, екіншісі сумен адсорбциялау дейді. Яғни сумен әрекеттестіріп тұз қышқылын өндіреді. Ары қарай таза тұз қышқылын жай заттардан тікелей синтездеу арқылы алады дейді. Яғни бұл жерде сутек пен хлор әрекеттеседі де тұз қышқылын түзеді. Бұл жерде экзотермиялық реакция, яғни жылу бөлінеді. 184 килоджоуль мөлшерінде жылу бөлініп тұр. Және органикалық қосылыстарда метан, этан, пропан деген сияқты алдағы уақытта өтетін боламыз. Соларды хлорлау, яғни сол органикалық заттарға хлор қосу арқылы біз тұз қышқылын ала аламыз. Мысалы, метан деген формуланы алайық.
формуласы CH4. Бұл метан газы. Бұған хлорды қосамыз. Онда бізде мына жердегі бір сутек атомы мына хлордың бір атомымен әрекеттеседі де H хлор, яғни тұз қышқылын түзеді. Ал хлордың бір атомы осындағы бір сутек атомның орнына келіп CH3 хлор, яғни хлор метан деген қосылыс пайда болады. Бұл жердегі R дегеніміз радикал, яғни бір сутегі кем болатын органикалық зат. Реакцияны жазып аламыз. Мынаның бәрін жазып аламыз ба, или қайсысын? Мына жердегі H2 плюс хлор 2 дегенді де, сосын мына соңғы жазған осы екі реакцияны жазып алыңдар. Жақсы. Жаздым ағай. Жасұлан, жаздың ба? Болдым, жаздым. Жасұлан, Болып қалдым. Мына соңғысы хлор метан ба? хлор метан бірге жазылады. Болды бұл. Болды ма ағай, болды. Енді әрі қарай тағы да шағын ақпарат болсын. Жалпы медициналық аптекаларда болсын, зертханалық бөлімшелерде болсын сатылатын кез келген заттар болады, яғни ерітінділер. Соның ішінде осы тұз қышқылының ерітіндісі сату үшін өндіріледі. Оның құрамында хлорсутектің мөлшері 12,2% мөлшерінде ғана болады екен. Ал ол 24%-дан көп болып кететін болса, ол өте күйдіргіш, адам терісіне өте зиянды болып келетін зат болып табылады. Ал зертханалық жұмыстарда пайдаланатын тұз қышқылының мөлшері тек 7%-дан аспауы керек. Жалпы тұз қышқылының формуласын жаздық қой, H хлор деп, иә. Бұл тұз қышқылы өте күшті қышқыл болғандықтан кез келген затпен өте тез әрекеттесе алады. Тіпті мысалы металдардың кернеу қатарында сутектен кейін мыс, күміс, алтын деген сияқты металдар бар ғой. Солармен де тұз қышқылы күшті әрекеттесіп, ары қарай жүріп кетеді. Оның үстіне 0,3% шамасында біздің асқазанымызда болады екен. Яғни біздің асқазанымызда ас қорытуға өте ықпал ететін тұз қышқылы болып табылады. Енді мынандай тапсырмаларды орындайық. Бірінші, 16 грамм хлордың атом саны қанша дейді. Массасы бізге 16 грамм болып беріледі. Біз оның атом санын табуымыз керек. Бұл жерде біз не істейміз? Жалпы мынау мю деп аталады. Яғни зат мөлшері.
Осы зат мөлшерінің екі түрлі формуласы бар. Дәл осы m мен n бар кездесетін. Бірінші формулада массаны mr-ге бөлеміз, яғни молекулалық массаға бөлеміз. Екінші формулада атом санын Авогадро тұрақтысына бөлеміз. Бұл жерде Авогадро тұрақтысы 6,2 көбейтілген 10-23 дәрежесі. Енді біз осы екі формуланы өзара теңестіреміз. Яғни m бөлінген mr тең болады n бөлінген na. mr, яғни хлордың mr-ін табамыз. Хлордың өзі бізде 35,5-ге тең. Оны 2-ге көбейтеміз, сонда 71 грамм бөлінген моль болады. Әрі қарай мына жерде n-ді табу үшін біз n тең болады m көбейтілген na бөлінген mr. Әрі қарай мына жерде жаза берейінші. n тең болады, біз сан мәндерін орнына қояйық. 16 көбейтілген 6,2 көбейтілген 10-23 дәрежесі бөлінген 71. Бұл жерде шамалы көрінбей қалды. Қазір есептеп жіберейік. 16 көбейтеміз 6,2 бөлеміз 71-ге. Шамамен 1,35 деп алсақ та болады екен. Мына жердегі 10-23 дәрежесі сол күйінде қалады. Есепті жазып аламыз. Болдым. Еркебұлан, Жасұлан болдыңдар ма? Жоқ айка, сәл қалды. Болдым ағай. Жасұлан? Болдым. Енді екінші есеп. 2 грамм темір тұз қышқылымен әрекеттескенде қанша литр сутек түзіледі? Яғни берілгенде масса темір тең болады 2 граммға. Табуымыз керек көлем сутегі. Бұл жерде біз реакцияны жазамыз. Яғни темір қосылған тұз қышқылы. Темір сутектің орнын баса алады. Металдардың темір қатарына қараймыз. Бұл жерде сутекті ығыстырып шығады. Яғни сутек газ ретінде бөлінеді. Оң жағында реакциядан кейін 2 хлор, 2 сутек бар, яғни тұз қышқылының алдында 2 санын қоямыз. Сонда реакция теңеседі. Бұл жердегі темірдің массасы 2 грамм.
сутектің көлемін табуымыз керек. X литр. Реакциямыз теңесті. Яғни темірдің алдында ешқандай сан жоқ. Демек, mr ретінде темірдің өзінің атомдық массасын жазамыз деген сөз. Ол бізде 56 грамм бөлінген моль болады. Ал мына жерде литр, яғни көлемін табуымыз керек. Біз бұл жерде қалыпты жағдайдағы көлемді қолданамыз. Ол 22,4 литр бөлінген мольге тең. Алдында, сутектің алдында ешқандай сан жоқ. Демек, мына 22,4 осы жерге жазылады деген сөз. Ары қарай біз былай істейміз. 2 граммда X литр дейміз. 56 грамм бөлінген моль. 22,4 литр бөлінген моль болады. X табу үшін біз 2 көбейтілген 22,4 бөлінген 56 дейміз. Так, 2-ні 22,4 көбейтсек, бізде 44,8 болады. Оны 56-ға бөлсек, 0,8 шығады. Яғни, біз көлем таптық, демек бұл жерде литр қалады деген сөз. Демек, реакцияның соңында 0,8 литр көлемінде сутек газы бөлінеді деген сөз. Жазып аламыз. Жазып алдым ағай. Бекарыс, Жасұлан. Иә, жазалым. Жазып отырмын, жазып отырмын. Так, уақытымыз жақындап қалды біздің. Үйге тапсырма ретінде кітаптағы тақырыпты оқып шығамыз. Ол жерден шағын конспект жазамыз, берілген реакциялар толығымен жазамыз. Және тақырыптың соңында 15-ші бетте 3 есеп бар. Иә ағай, көрдім. Бірінші мына көрсетілген 3-ші есепті аяқтаймыз. Одан кейін барып тақырыптың соңындағы 3 есепті жазып келеміз. Түсінікті ғой? Иә. Жарайды, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Ол, Сау болыңыз. Tamam.